Балалар, біз бүгін Сайқымазақтар деген музыкалық шығарма тыңдаймыз. Бұл шығармада циркте өнер көрсететін әртістер жайлы айтылады екен. Олар күлдіргіштер немесе клоундар. Қазір музыканы мұқият тыңдайық. Музыканың сипаты, көңіл күйі өзгере ме екен? Осыған назар аударыңдар. Музыканың басында әуен ойнақы, жеңіл ойнайды. Одан кейін сақ, сенімсіз. Содан соң қайтадан музыканың басындағыдай көңілді, жеңіл орындалады екен. Композитор бұл шығармада екі түрлі клоундар жайлы айтыпты. Бірінші сайқымазақ күлкілі, көңілді, тентектеу, ал екінші сайқымазақ көңілсіз. Балалар, олай болса, біз музыкалық шығарманың бірінші бөлімін тыңдайық. Бірінші бөлімінде әуен көңілді, ойнақы, жеңіл, сергек ойнап тұр. Бұл жерде музыка көңілді күлдіргіш жайлы айтып тұр екен. Әрі қарай музыка көңілсіз, өзіне сенімсіз, адамдарды күлдіре алмай жатқан сайқымазақ туралы айтатын болады. Бұл жерде музыка көңілсіз, сақ, сенімсіз ойнап жатыр. Енді әуен қайтадан бастапқыдағыдай көңілді, ойнақы, жеңіл сөйлеп жатыр. Балалар, осы музыкалық шығарма сендерге ұнаған болса, осы күлдіргіштердің суретін салып көріңдер.